ифтар араб тілінен аударғанда ауыз ашатын уақыт деген мағынаны береді. Иә, демек армысыз Мөлдір. Сізді көптен бері қарап жүрмін, Қазақстан ұлттық арнасынан болсын, қатты ұнатып жүр едім осы уақытқа дейін. Айбекпеніз бұны білмегеніңіз енді қиын екен. Ифтар деген ауыз ашардың баламасы ешқалай болмайды. Өйткені ислам религиясының термині ифтар деген. Ауыз ашар деген қазақ дүниетанымының, тәңір дініміздің, діңгегіміздің, дүниетанымымыздың термині. Қалай сіз екі терминді балама деп айтуға қалай олай айтасыз? Ислам религиясының өзінің терминдері бар. Олар қазір Рамадан айында ас-сауым ұстап жатыр. Ешқандай ораза емес. Тәңірлік ілімде, тәңірлік дінде ораза деген ол көмек беру деген сөз. Исламша зекет деген сөз. Қазақтың ауыз бекітуі, қазақтың ауыз ашары, қазақтың тәңсәрісі, ауыз ашар деген жарамазан айтуы. Қазір сәуірде айт басталады, наурыз өтті, жаңа жылымыз. Қалай өз ұлттық діңгегімізді исламның, арабтың религиясымен шатастыру, бұл үлкен қасірет. Бұл тек қана сіз емес, бұл муфтиятқа да жазған. Мешіт дейді, мешіт емес, оны жәми дейді, оған жамағат барады. Намаз дейді, ол намаз оқымайды исламда. 5 уақыт ас-сәлят оқиды. Қалай сол 2 ай медреседе оқығанда неге терминдерді дұрыс оқытпайды? Бұның бәрі саясат, бұның бәрі қазақты уландыру. Сондықтан ара-жікті ажырату керек, терминдерді дұрыс пайдалану керек. Ифтар ешқандай балама емес. Ифтар ол исламның термині. Не істейтінін өздері ары қарай біледі. Ауыз ашар ол ислам емес, қазақтың тәңірлік дінінің термині. Өзінің жон-жоралғысы бар, өзінің айтылатын сөздері бар, ұстайтын ұстанымы бар. Керемет сондай өзіміздің ұлттық дініміз. Сондықтан, егер исламистер ифтарға шақырдық, ифтар беріп жатыр десе, олар дұрыс айтып жатыр. Өйткені исламистер, муслимдер, муминдер өз терминдерін айту керек. Өйткені хирани хирят, Мұхаммед Расулға түскен кітап, ол жерде бір әріпін, бір сүресін, бір аятын қате басқа сөзге алмастыруға болмайды. Өйткені ол Алланың сөзі. Қалай сіздер Алланың сөзін ауыстырасыздар?